Ассалаумағалейкум Құнан ТВ каналының көрермендері. Бүгін шілденің 7-сі, яғни 2024 жыл Қызылорда қаласындағы тауық базарға шығу бағаларын білу. Арнамызға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Ал мен түсірілімді бастайын. Көжектер. Қаншадан сатып жатсың көжекті? 2000 теңгеден. Аш аласың ма? Көрейік. Көжектер. Берер баға 2000 ба? Бұлар жер 1000 жарым ба? Бұлар жер 1000 жарым дейді. Мінеке құрметті ағайын. Қаншадан? 30? 4000 ба? 4000 ба? Ненің балапаны? Қаздың балапандары, 4000 теңге. Мынау ненің балапаны? Мұнда қаздың балапандары дейді. Қаз ба мынау? Қаншадан ол? Тауықтар қаншадан? 5000 теңгеден дейді. 6,5 айлық балапандар. Бірақ туып тұр, жұмыртқа береді ғой. Я? Жұмыртқаға енді кірді деп жатыр мына балапан, нелер, тауықтар. Лайк басып отырыңыздар, құрметті ағайын. Мына тауықтар балапандар беріп тұр ма? Не жаңа жұмыртқа? 3 айлық қой. Кет. Неше айлық бар? Жарым айлық қаздар. Қаншадан деп тұрсың мен? 5000 теңгеден. 5000 теңгеден мына қаздар. Қаншадан сатып жатсыңдар? 10.000 теңге дейді мына тауықтар. 8.000 екен. Жұмыртқа беріп тұр ма? Иә, беріп тұр. Жұмыртқа беріп тұр дейді. 1 жылдық. Мына балапандар қаншадан? Қайда балапан? 500 теңгеден. 500 теңгеден дейді. 5 күндік. 12 деп тұр. 10.000-ға берем деп тұр. Үшеу парысымен сонда бірге сатайын ғой. Семейка қоян алам. 2 мекен бір қораз ғой. Қораз ортасында ана пародный. Крупный серий. Иә, мынау несі бөлек тұрған ма? Ірілеу. Мынау тауықтарын қаншадан сатып жатсың? 4 айлық адылар 3000 теңгеден беріп жатыр. Мекен бірыңғай. Мінеке құрметті ағайын, көріп тұрғандарыңыздай. Қызылорда Ақтөре базарына келсеңіздер, осындай жануарларға тап боласыздар. Аяқта ламан бұрауын. Қаншадан брат? 500 теңгеден бұлар. Адылар Кучин балапан. Адылар Кучин деген жарым балапандар. апталық. Бір апталықтар простой балапандар. Бір апталық. Анау ламан бұрауын дейді. Жұмыртқа бар. Мал ма? Российский линия. 1,5-нан 2 айлық. Ар жағында простойлар 2,5 айлық, 3 айлық. Мыналардың бәрі простой ғой сонда. Нөмірін жазуын. Олар 2 нөмір. Қаншадан сатып жатсыз ағана қояндарды? 3000 теңге. Породысты ма әлде бұлай жалпы? Не, великандардың көжегі. Великандардың көжегі дейді. Қоян жөнінде білетін болсаңыздар. Мынау қандай породаға? Ол бургун деген порода. Бұл қанша? 15 15.000 000 дейді. Екеуі парымен жүреді ғой сонда, пары 15.000 теңге дейді. Мына қоянға көшетін болсақ, көрсек, дәу қоян екен. Бұл Стракаш деген порода. Стракаш дейді. Семейство великан. 10.000 10.000 дейді. Ең үлкен қоян осы базарда, ішінде ең көп тұрған. Мына қояндар қанша сатып жатсыз? Ол да ана ненің көжектері ғой. Великанның көжектері бір жағын.
Қанша? 4000 ба? 3000 теңге. 3000 теңгеден. Мінекей құрметті көрермендер, лайк басып отырыңыздар. Ақтөре базарына келсеңіздер, осындай қояндарға тап боласыздар. Ал осы. Ассалаумағалейкум. Қаншадан сатып жатырсыз? 15? 15 мың теңге дейтін айтты. Не, ұрғаш ма? Ұрғаш неше айлық? 5 айлық дейді. Қанша деп жатсың бағасын? 15 болады. Бағасы 15 мың теңге дейтін айтты. Көріп тұрғандарыңыздар. Аял телефонды айтасың ба? Номер бересің 8 700 697 5975, я? Мінекей құрметті көрермендер, осы ит жөнінде жаңағы номерге звондап біле аласыздар. Ал енді мына итке көшетін болсақ, Алабай деп тұр. Жас нешеде? 8 айлық. Ұрғашы ма, еркек па? Ұрғашы дейді. Ал мынау неге бағасына келетін болсақ, қанша дейсің бағасын? 15. Бағасын 15 мың теңгеге беріп тұр, ана иттің. Енді бұл ит сатылып кететін шығар, ұялы телефонды сұрамай-ақ қояйын. Ал осы. Тут чем теңгеден дейді. Жұмыртқа бере ма? Мынау ма? Жұмыртқа беріп тұр дейді. Мына тауықтар қаншадан? Ау? 2,5 теңгеден мына тауықтар. Ал осы. Овчарка. 1 жасқа енді толды деп тұр егесі. Еркек қой аға, ұрғаш дейді. Бағасы 50 мың теңге деп тұрсы. Бағасы 50 мың теңге деп тұр. 50 мың алды ғой, жаңағы базарда көрдім. Сауда бар ғой, саудаласасыз ғой. Берем бір 45-ке. 45-ке берем дейді. Мінекей құрметті көрермендер. Өте тамаша ит. Ал осы. Балапандар. 2 апталық деп тұр. Бағасы қанша? Бағасы 2,5 теңге дейді. Мінекей. Нақта ма? Бұл да 1 апталық дейді. Бағасы 2,5 теңгеден дейді. Ұялы телефонды айта аласың ба? 8 705 463 80 10. Мінекей құрметті ағай. Осы номерге звондап, осы қаздар жөнінде біле аласыздар. Қызылорда қаласында сатылып жатқан қаздар. Ал осы. Күчкар дейді. Бұлар бойы ұзын болмайды. Қанша деп тұрсың күшікті? 10. Ұрғашы ма, еркек па? Еркек дейді. 10 мың теңге дейді. Мына тауықты сатып жатыр балапандарымен. Қаншаға сатып жатыр? 12. 12 мың теңгеге балапандарымен берем деп тұр мына тауықты. Қандай породасы мына? Кәдімгі қазақ тауығы. Қазақ тауық дейді. Жұмыртқа әлде де беріп тұр, я? Жас тауық. Болды. 50 мың теңгеден ба бір ешкі? Аллақ. Занин ешкілер бар. Иә. Мынау да сол, 50 мың теңгеден, бірақ баға сауда бар, саудасы бар дейді былай. Мінекей. Ұялы телефонды айтып жүрші. Қанша? Телефонды бере аласың ба? Иә. Ағамыздың үйіне ағамдікі ғой. Үндік 10 мың теңге дейді, сатылып кетіпті дейді мына үндіктер. Мыңнан дейді.
Линда қаз балапандары 3000 теңгеден беріп жатыр екен. Мына жасып қойыпты араға да. Егесі жоқ екен. Хозяин. Саламатсыз ба? Бір ай болды. Бір айлық па? Бір айдан асты ма? Аса жүнін ауыстырып отыр. 3000 теңгеден сатып жатыр екен. Мінекей құрметті көрермендер. Лайк басып, анамызға тіркеліп отырыңыздар. Енді келіп жатқан болсаңыздар. Ал осы. Тауықтарды қаншаға сатып жатсыз? Мынау 2,5, мынау 4 мың. Мынау 1,5 иә? Мынау 2,5. Мынау 4 мың иә? Балап не жұмыртқа бере ма? Әлі ерте ғой. Мыналар береді жұмыртқа дейді. Жұмыртқа береді деп тұр осы тауықтар. Жарым теңген балапан. Ненің балапандары? Крупный серии Линда. Крупный серия Линда дейді. Крупный серии Линда. Мінекей құрметті көрермендер. Таза российский дейді. Телефон номеріңді айта аласыз ба? 8707 578 8478. Мінекей құрметті көрермендер, балапандар жөнінде тауықтар да бар. Звондап білсеңіздер болады. Қаз, қаншадан сатып жатсың қаз? Үлкені 2,5, кішкентайы 1,5-нан, ә? Мінекей. Балапандары, Иә. үлкендері 1200-ден, кішкентайларын 1000 теңгеден беремін. Ял телефонды айта аласыз ба? 778 8778 264 264 6202. 6202. Мінекей құрметті көрермендер, осы балапандар жөнінде жаңағы номерге звондап біле аласыздар. Неше жылдық? 1 жылдық емес па? 4 айлық па? 4 айлық па? 4 айлық еркек. Бағасы қанша? 10 мың. Бағасы 10 мың дейді. Сосын шакалға не алады деп тұрсың ба? Иә, шакал макалдарды қақпайтын. Қорқпайды ішегі. Шакал пакалдармен туылысады деп тұр ғой бұл дейді. Қырады. Жаңағы нақты баға 50 мың ба? Жоқ, 10 мың. 10 мың нақты баға 10 мың теңгеге берем деп тұр мінекей құрметті көрермендер. Ял телефонды айтшы. 75 359 79 97. Ал осы номерге звондап хабарласып көрсеңіздер осы ит жөнінде. Қызылорда қаласында тұрған ит Төбет. Ал осы. Қаншадан мынау? 5 мыңнан беріп тұр. 5 Бәрін мыңнан. алып кететін болсаң 4,5-дан береді. 4,5-нан. Бесақ штук қой. Мына Жұмыртқасын көрдің ба? Дәу. Қаншадан жұмыртқадан? Жұмыртқа сатылып қойған жұмыртқа ол. Ана жерде бар жұмыртқа алатын болсаң. Не тауық бұл? Қандай тауық? Кучин ғой, мына кучиндер ғой. Кучиндер дейді. Мыңнан. Нешеге толып жатыр? Бір айлықтар. Бір айлық дейді тұрсыз ба? Бір айлық деп тұр. Мыңнан берем деп тұр. Адрес айтам, надо өзі. Қанша мыңнан беріп жүрем, бәрін алады. Мыңнан берем деп тұр ана тауықтар. Мына төртеу, бесеу, мынау, по-моему, не, прямо ғой, по-моему. Мына қаз 6 мыңнан ба? 6 теңге дейді. Мынау ше, индаутка мынау? Қаншадан индаутка? 1,5 теңгеден дейді. 1,5 теңгеден. Тағы да бір овчарка 8 айлық ұрғашы дейді. Бағасы қанша? 35. Бағасы 35 мың теңге. Сауда бар ма? Саудасы бар дейді. Ял телефонды айта аласың ба? Телефон номер. 8 8 776. 776 Жоқ, ол номеріміз. Айтайын. 871 871 771 иә 83 771 тағы да 83 болады иә сонда. Ал мінекей құрметті осы овчарка жөнінде жаңағы номерге звондап аласыздар.
көрермендер, біздің түсіріліміміз соңына шейін жетті. Арнамызға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Әр апта сайын осындай қызықты, әр пайдалы видео түсіріп тұрамын. Келесі жетіге шейін сау саламатта болайық.